Ассалаумағалейкум достар, Ерспорт YouTube арнасына қош келдіңіздер. Міне 2025 жыл аяқталуға жақын және осы жылдың соңында бізді қуантатын бір керемет жаңалық бар. Ол ағылшын премьер лигасындағы тартысты ойындар. Тура жаңа жылға дейін өте бір керемет матчтар өтеді. Осы жолы 18 және 19 тур ойындары тура желтоқсанның соңғы күндеріне жоспарланған. Сондықтан да біз бүгінгі шығарылымызда осы 18 турда болатын матчтарға біраз талдау жасаймыз. Одан бөлек Италия чемпионатында да бірнеше матч бар, Португалия чемпионатында біраз ойындар бар. Енді Ла Лига қазір тоқтап қалды, келесі жыл жалғасады, бірақ бізде ағылшын премьер лигасында өте қызықты матчтар бар. Мысалы, Челси, Астон Вилла сияқты. Ендеше не жобасы біз ары қарай жалғастырамыз. Кезекті шығарылым ағылшын премьер лигасы, бастаймыз. Кеттік, қамданыңыздар, жолға шығыңыздар, ораныңыздар, отырыңыздар, қалаған нәрсені істей бер. Бастай берейік. Бұл Ерспорт ерсін еріппе. Бұл Ерспорт сіздермен бірге. Ерспорт YouTube арнасындағы барлық шығарылым Фон Тим достарымыздың көмегімен жүзеге асырылады. Ендеше Фон Тимнің әлеуметтік желідегі барлық парақшаларына тіркеліп алыңыздар. Ораныңыздар деген сонда тоңып жатсаң, жылынып отырып көр деген мағына ғой енді. Манчестер Юнайтед, Ньюкасл өте керемет ойын. Ноттингем Форест, Ман Сити, Арсенал, Брайтон, Бернли, Эвертон, Брентфорд, Борнмут, Вестхэм, Фулхэм, өзі деңгейлес командалар жиналып қалған екен. Ливерпуль, Вулверхэмптон, Челси, Астон Вилла және Сандерленд, Лидс, Кристал Пэлас, Тоттенхэм. Әңгіменің әлқиссасын онда біз Манчестер Юнайтедтен бастайық. Манчестер соңғы ойын білесіздер, Астон Вилладан жеңіліп қалған, ал Ньюкасл болса соңғы турда бұлар Челсимен 2-дегі тең ойнады. Негіз бірінші тайм 2-0 өтіп тұрған, бірақ 2-2 теңестіріп қойды. Турнир кестесінде Ман Юнайтед қазір 17 ойыннан кейін 7-ші орында келе жатыр, ал Ньюкасл болса 11-ші орында. Яғни бұл ойында Ньюкасл жеңсе, 3 ұпай алса, онда сол 7-ші орынға бірден көтеріліп кететін мүмкіндігі бар. Бұл матчта қандай есеп тіркелуі мүмкін? Енді мен әдеттегіде бұл не дегенде жай екі команда гол соғуы мүмкін, немесе мынау жеңуі мүмкін деген емес, шама келгенше бір тең есеп бір айтып эксперимент жасаймын. Бұл тең есеп көбісі болмай қалады, бірақ сол тең есепке байланысты соған жақынырақ есептер тіркеледі. Мысалы, Манчестер Юнайтед Ньюкасл арасындағы ойында нақты бір жеңімпазды анықтау қиын мен үшін. Сондықтан да бұл жылдың соңғы ойыны болғаннан кейін неше түрлі есептер тіркеледі. Фаворит ұтылып қалады, аутсайдер крупный счетпен жеңіп кетеді деген сияқты. Бірақ енді мына матчта екеуі де бір деңгей көрсетеді деп ойлаймын. Примерно бір 2-2 есебі болуы мүмкін. 2-2 есеп дегеніміз не? 2-2 есеп деген бұл тең ойын. Бұл матчта 2-3 гол болуы, 4 гол болуы мүмкін деген сөз. Және бұл матчта мен мынау Ньюкаслдың шабуылшысы өткенде Челсиге қарсы дубль жасаған Ник Вольтемате гол соғуы мүмкін деп бір ойлаймын солай. Сол оймен бұл матчты мен көрем. Міне 2-2 примерный есеп неге болмайды бұл матчта. Екі командада гол соғатын ұжымдар, сонда Вольтемате гол соқса тіпті тамаша, және 2-2 деген гол көп болатын шығар бұл ойында. Енді Манчестер Юнайтедтің фанаттарын білем мен көп екенін, сондықтан да осы матчқа байланысты өз ойларыңызды жазыңыздар, пожалуйста. Көрейік не ойлайды екен. Енді Ноттингем Форест Ман Сити матчына келсек, енді бұл жерде анық фаворит ол Ман Сити. Соңғы матчтардың ешқайсында жеңілмеген, тіпті тең ойнамаған. Екінші орында Арсеналды өкшелеп келе жатыр қазір. Ұпай айырмашылығы 2, Арсеналда 39, Ситиде 37, одан кейін Астон Виллада 36. Енді ол Астон Вилла түсінікті, ол бәсекелесе алмайтын екі командамен. Челси 29 ұпай, Ливерпуль 29 ұпай, енді ол келесі жылғы қызықтар. Бұл жерде Манчестер Сити 17-ші орында тұрған Ноттингем Форестті сезбеу керек қой, енді былай қарасаң. Сондықтан да бұл матчта Ман Сити Ноттингем Форестті айқын басымдықпен неге жеңбейді? Бәрі мүмкін. Примерно бір 3-0 деп ойлаймын мен. Манчестер Сити және бұл матчта Фил Фоден гол соғып көзге түсуі мүмкін. Өйткені Фил Фоденнің соңғы матчтағы нәтижесі өте тамаша. Оның пас беруі, оның голдары
команданың бір лидері десек болады. Сондықтан да 3-0 Ман Сити менің ойымша бұл матчта басты фавориттердің бірі. Сол фаворит мынау чемпионаттағы бұл Арсенал командасы. Арсенал Брайтон клубымен кездеседі. Енді білесіздер, Арсенал деген бұл қорғанысы өте мықты команда. 31 гол соғып 10 гол ғана өткізген. 17 матчта 10 гол өткізсе, значит 7 ойында олар өз қақпасына гол өткізбеген деген есептей беруге болады ғой, енді былай математикаға жақын болсаңыз. Примерно. Сондықтан да Арсенал енді бұл жерде Брайтон бұл турнир кестесінде 9-шы орында, тура ортасында тұрған команда. Сондықтан да енді бұл жерде Арсенал Ман Сити мына жақта жеңіп жатса, Арсенал биыл наконец-то бір чемпиондық бір маусымын өткізіп жатса, онда мына ойында тоқтап қалмау керек. Енді көп гол болады деп айту қиын, өйткені Арсенал Брайтонға көп мүмкіндік бере қоймайтын шығар. Сондықтан да примерно 2-0 Арсенал бұл ойында жеңіске жетуі мүмкін. Және бір қызық ақпарат бар. Менің ойымша бұл матчта шабуылшы емес, бұл матчта жартылай қорғаушы емес. Бұл ойында Рикардо Каляфиори деген жігіт көзге түсіп қала ма деп ойлаймын. Адамның қиялында негізі шек жоқ қой. Сондықтан да Рикардо Каляфиоридің ойыны маған қатты ұнайтын ойыншы осы недегі Арсеналдағы. Сол жігіт бір көзге түсе ме деп ойлаймын. Әр матчта бір жағын жүрген жігіт, шабуылға жақсы қосылатын жігіт. Осы ойында бір жаңа жылдық өз-өзіне сыйлық жасаса тіпті тамаша. Арсенал енді көп гол болмайды мен ойымша. Сол 2 гол соқса Арсенал соғады, Брайтон білмеймін енді. Шағалалар қатты қарсылық көрсетеді деп айтамаймын. Ливерпуль Вулверхэмптон арасындағы кездесу. Ливерпуль енді есі жиды қазір. Мұхаммед Салах өткенде келіп жақсы бір көңіл күйді көтерді. Енді ол қазір мына Африка кубогінде өнер көрсетіп жатыр, бірақ қазір Ливерпульда мынау Исактың жарақатына байланысты енді Икитике тоқтамай шабуылдау керек болып тұр. Енді қашан келетін белгісіз, 4 ай дейді, 5 ай дейді, маусым соңына дейін нақты мен таба алмадым, өйткені әртүрлі жазып жатыр. Негізі 3-4 ай. Мықты басылымдардың айтуынша. Ливерпуль тура сол Арсенал мен Брайтон есебі қайталанатын шығар. 2-0. Вулверхэмптон енді қазір нағыз аутсайдердің аутсайдері 20-шы орында келе жатыр. 2 ұпай бар. Оның екеуі 2 тең ойын, 1-1 жеңбеген. 37 гол өткізіп алған. Сол 37 голға тағы бір 2 гол қосса 39 болады. Қате болса, онда комментарийге жазыңыз. 39 емес, 40 деп, 41 деп дауласатындар болса жазыңыз. Мен білуімше 37-ге 2 қоссаң, онда 39. Осындай жағдай. Вест Хэм командасы Фулхэмге қарсы ойын өткізеді. Енді бұл жерде мен Вест Хэмді негізі жақсы көремін. Пакета, орта деңгейдегі мықты ойыншылар бар. Негізі маған ұнайтын команда. FIFA ойнағанда осы Вест Хэмді көп аладымын. Енді бұл жолы бірақ Фулхэмге қарсы кішкене бір қиын ойын болатын сияқты. Фулхэмнің соңғы матчтарын қарасаңыз өте жақсы. 2 ойын қатарынан жеңген, Ноттингем Форест жеңген және Бернлиді жеңген. Ал Вест Хэмге қарасаң 2 ойын жеңіліп қалған. Ман Ситиден 3-0 қадалған, Астон Вилладан 3-2 ұтылған. 2 матчта 6 гол жіберген. Соңғы 5 ойында Вест Хэм мысалға 2 тең ойнап 3 ойында ұтылып қалған. Сондықтан да менің ойымша бұл жерде енді Фулхэм кішкене басымырақ шығар деп ойлап тұрмын. Сол 2-1 деген есеп, ірі есеппен Фулхэм жеңу қиын болады. Вест Хэмді 2-1. Рауль Хименес деген жігіт менің ойымша бұл матчта көзге түсуі әбден мүмкін. Бернли мен Эвертон ойнайды. Бернли командасы енді жыл сайын қадала беретін командалардың бірі. Қазір енді турнир кестесінде Бернли 19-шы орында келе жатыр. Ал Эвертон болса 10-шы орында. Өте тамаша. Эвертон соңғы ойын 2 ойын жеңілген. Арсеналдан ұтылып қалды, Челсиден жеңіліп қалды. Ал Бернлидің жағдайы тіпті нашар. Борнмутпен тең ойнаған, оның алдында қатарынан қам жеген ұтылған ғой. Сондықтан да бұл жерде Бернлидің осы жылы Эвертонға да шамасы келмейді ау деп ойлап тұрмын мен. Мынау Барри дейтін жігіт бар, осы Эвертонда сол гол соғып кете ме деп ойлап тұрмын. Примерно бір 2-0 Эвертон басым түсетін шығар. Шамасы жетеді, жағдай жетеді. Кім біледі? Мен осы ойында Эвертонға сенемін негізі. Одан кейін, өткенде Эвертон туралы осылай бір айтып жатқан кезде бір футболшы бар, атын есіме түспей тұрын деп едім. Сонда менің осы каналды көретін көрермендер кәдімгі бұрыннан көретін футболды сондай жандар екен. Стивен Пинар ма дейді? Иә дедім. Сол Пинар ғой. Сол Пинармен гол соға беретін кезінде FIFA-да. Содан бері бұл команда жақында маған. Сол Эвертон мықтырақ сияқты Бернлиден. Одан кейін Брентфорд пен Борнмут ББ
арасындағы ойын. Енді ББ-лар сол тең ойнайтын шығар. Бір-бірінен асып қайда барады бұлар? Жаңа жылға сыйлық жасамай ма? Борнмундтың 15-ші орында. Брентфордтың 12-ші орында. Мен ойымша тең екеуі. Тең екі команда. Сондықтан да бұл жерде 2-2 деген есеп тіркеліп қалуы әбден мүмкін. Значит, бұл жерде тең болса, 2-2 болса, гол көп болатын шығар енді. Челси мен Астон Вилла міне нағыз бір керемет матч. Бұл жерде мен Челсидің жеңісіне де нақты бір сене алмаймын. Астон Вилла қазір өте мықты. Астон Вилланың соңғы ойындарын қарасаңыз, қазір қатарынан ұтып келе жатыр. Челси соның астында тұр, 4-ші орында. Сол үшін де бұл жерде енді беріспейді. Тістесіп, жұлмаласып, итжығыс болатын сияқты. Бірақ 2-2 деген есеп көп айтып кеттім бүгін. Бұл матчта да сол 2-2 болатын шығар. Яғни Челси де гол соғуы мүмкін, Астон Вилла да гол соғуы мүмкін, екеуінің де шабуылы мықты. Және сол тиісінше 3-4 гол болып қалатын шығар деп ойлаймын бұл ойында. Бірақ Астон Виллаға мен бұл матчта сенемін. Тағы да бір матч, бұл Сандерленд Лидс. Енді бұл сонда онша емес ойын. Сонда бір қызықты матч деп айта алмаймын. Сандерленд өз алаңында қатарынан ұтылмай келе жатқан, ұтып келе жатқан команда осы жолда Лидске жолды жабады. Шлагбаумды ашпайды, пультті бермейді, охранник телефон көтермейді. Сол үшін Сандерленд өз алаңында мен ойымша бұл матч жеңілмейді. Жеңіп кетсе де бәрібір маған. Сізге де бәрібір ол, өйткені Сандерлендтің фанаты емессіз. 2-1 деген есеп болуы мүмкін. Кристал Пэлас пен Тоттенхэм жабады екен 18-ші турды. Бұл матчта да сол тең нәтиже деп ойлаймын мен. 1-1 немесе 2-2. Кристал Пэлас өз алаңында өте қатты ойнайды. Тоттенхэм енді 1-1 Ришарлисон болса қатты ойнайды. Сол үшін екі командада бұл матчта енді бір голдан кемінде соғу керек қой, ұят қой әйтпесе. Жаңа жылдық көңіл күй деген бар. Подарка деген бар. Сол үшін де екі команда беріспей бір-біріне ойнайтын сияқты. 2-2, 1-1 деген есеп. Бұл АПЛ-дың 18-ші турына байланысты менің ойым. Қате бола ма, дұрыс бола ма, бұл менің ойым. Сіз ойлайсаңыз комментарийге жазыңыз міндетті түрде. TikTokқа кесіп, бір қате кеткен нәрселерді кесіп салмаңыз. Ұят болады. Ұят болғанда ол маған мен ештеңем кетпейді, просто ол не керек бар, тіміскілеп, артын аңдып, бір-бір. Всегда дұрыс айта бермейсің ғой. Бұл просто менің ойым, бөлісіп жатырмын. Сіз өз ойыңыз жазыңыз. Дұрыс шықса, мына ерсі мықты екен деңіз. Дұрыс емес шықса, мына ерсі онша емес екен дейсеңіз болды. Одан да өз видеоңызды монтаждап TikTok қасаңыз жұлдыз боласыз. Тағы да бір ойындар бар екен. Соның барын қысқа нұсқа тоқталып өтейін. Пиза деген команда бар. Пиза. Ювентуске қарсы ойнайды. Бұл ойында Ювентус 2-0 есебімен менің ойымша жеңеді. Деп айта саған дейді. Матчты ойнатпай ақ ойындар онда. Бітті 2-0 дейсеңдер. Ювентус жеңетін сияқты менің ойымша. Одан кейін Милан мен Верона ойнайды екен. В принципе, екеуі де мықты шабуылда. Екі командада гол соғады. Осылай жүріп өте беремін мен. Кремонезе мен Наполи. Наполи суперкубокты жеңіп алды. Көңіл күйі тамаша. Кремонезенің бір-екі шапалағын беруі мүмкін. Болонезе деген қалай кетті. Болонезе деген не дейді? Болонезе. Сыр екен ғой, болонезе, сыр. Тамақты ойлайсың ғой, қарны ашса. Болония мен Сасуоло. Бұл жерде сол болонезе Сасуолоны жеңу керек. Өте мықты. Болония өте мықты. Өз алаңында тем более мықты. Сондықтан да бұл ойында Болонияға Сасуоло ештеңе істей алмайтын шығар. Мына жақта еще Рома бар екен ғой. Рома Дженоа деген ойын. Рома бұл ойында жеңу керек. Өз алаңында ғой. Жеңбей не тұр? Стадио Олимпикода ойнайды екен. Дженоа енді Романы в гостях бір ұтып кететіндей команда емес. Португалия чемпионаты бар екен. Енді мен матчтардың бәрін негізі алдын ала қарап алғам. Отырып алып сразу бал ашатын жағдайым жоқ. Сондықтан да бұларды мен постоянно көріп біліп қарап жүретін командалар. Спортинг пен Рио Аве ойнайды екен. Бұл ойында да Спортинг жеңу керек. Енді өз алаңында және Жозе Алваладе стадионында бір кемінде 4 гол болатын шығар. Спортинг бір ұрса бұлар тоқтамайды, қоймайды. Брага мен Бенфика бұл жерде де ББ екен. ББ болса в гостях Бенфика неге жеңбейді? Браганы. Бенфика мықты ғой. Неге 2-1 есебі тіркелмейді? Возможно, тіркеледі. Оны уақытында көреміз. Қысқасы АПЛ, Италия, Португалия осы үш чемпионаттың ойындарына бозам. Осындай, жалпы менің ойым осындай. Енді
мына футбол басқа дым қалмады ғой қазір, бәрі өтіп кетті, жаңа жылға дайындалады, Рождество дейді, ойбай, тайный санта, анау мынау айтпақшы, тайный сантаңызға жақсылап дайындалып подарка берген шығарсыз енді. 6 тайный санта қатысып жатырмын. Соны енді жайлап, өзім қалай қатысып жатқанын білмеймін. Соны жайлап жайғастыру керек болып тұр. Жаңа жылдың алдында осындай ойындар бар. Футбол по-любому көреді менің көрермендерім. Футбол көрген кезде осы менің айтқандарымды примерно еске алып отырыңыздар. АПЛ, Италия, Португалия. Басқа матчтар енді кейінге қалды. Бұлар 2026-да жалғасады. Ендеше сіздің ойыңыз қандай? Қай матчқа келісесіз, қай матчқа келіспейсіз? Жазыңыз, пікір бөлісіңіз, коммент қалдырыңыз. Жаңа жылға міне аз ғана уақыт қалды. Мен 30 мыңға жетіп, осы 2026-ны бастайын ба деп ойлағам. Бірақ ойлағаның всегда бола бермейді. Иә, қолдап жатсыздар, тіркеліп жатсыздар, коммент жазып, жақсы пікір қалдырып жатсыздар. Үлкен рахмет. Оның барлығы көрініп тұр. Тупой емеспіз, көрмей өтіп кете беретін. Бүкіл комментарийге лайк басып, жауап беруге тырысам. Сондықтан да сіздерге үлкен рахмет. Мүмкін болса 30 мыңға 26-та да жете жатармыз. Ол сондай бір алып бара жатқан нәрсе емес. Просто енді бір өзіңнің мақсатың болған 30 мыңға жетсем деген. Енді жете жатармыз. Жаман емес, 27 мыңнан асып кеттік. Болған да тәубә. Ендеше үлкен рахмет. Қолдаңыздар, бір-бірімізді қолдайық, коммент жазыңыз, телеграм арнама тіркеліңіз, инстаграмға жазыңыз, сөйлесейік, араласайық, дос болайық, палчан болайық. Сөйтіп жақсы болып кетеміз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Бұл спорт ерсің еріп